Сәлем достар, қайырлы таң баршаңызға. Мен сіздерге мерген белгісіндегі адамдарға арналған болжамымды ұсынамын. Болжамды соңына дейін көруге кеңес беремін, себебі сәуір айында өте көп өзгерістер болады. Затмение, черная луна және ретроград үшеуі бірігіп адамдарға аяқ асты өзгерістерді алып келеді. Сол өзгерістер қай бағытта өрбитінін тыңдаңыздар, соңына дейін тыңдасаңыздар болады. Жалпы бірінші сәуір күні жаңа ай туады. Жалпы жаңа ай жаңа энергияны алып келеді. Жалпы ол 5-ші домға келіп тұр. 5-ші дом балаға, қуанышты жаңалыққа, шығармашылық жұмысқа, махаббатқа, немесе өзіңіздің бизнеске жауап береді. Бизнесіңіз болса, кәсібіңіз болса, жаңа клиенттер келеді. Жалпы жаңа энергия келеді. Немесе жаңадан кәсіп бастайсыздар. Егер эко жасатам десеңіздер, өте қолайлы кезең. Балалы болуға сәтті кезеңнің бірі. Немесе үлкен балаларыңыздан жақсы жаңалықтар естисіздер. Танысу, романтикалық кездесулер болады. Жаңадан бір хобби пайда болады. Ал 5-ші сәуір күні өте ауыр күн болып есептеледі, себебі деген екі ауыр негативті планеталар бірге келіп тұр. Олар Марс пен Сатурн. Жалпы Марс деген өте белсенді, алдыға қарай жылжитын планета болса, ал Сатурн адамды тежеп қояды, артқа тартатын планета. Бір орында тұра беретін бір ауыр планеталардың бірі. Екеуі бір-біріне қарама-қарсы болғандықтан жарақат алу, немесе бір ұрсып қалу, бір қаупі жоғары күндердің бірі. Жалпы 5-ші сәуір күні ешқандай маңызды кездесулерді жоспарламаған дұрыс. Ал Сатурн мен Марстың бірігуі сіздерге 3-ші домға келіп тұр екен. 3-ші дом жолды, машинаны, туыстарыңызды білдіреді. Жолға шығайын десеңіз, бір кедергіге тап боласыздар. 3-ші дом әрі документтерді білдіреді. Күткен документіңіз бір кешігіп келуі ықтимал. Немесе рұқсат қағаз алу қиынға соғады. Бір туысқандармен конфликтный жағдай болуы ықтимал. Немесе машинаңыз бұзылып қалып, соған көңіл күйіңіз болмайды. Жалпы 3-ші дом әрі техниканы білдіреді. Техника, телефон, планшет, компьютер. Мүмкін телефоныңызды қолыңыздан түсіріп аласыз, сындырып аласыз. Осы телефонға байланысты бір немесе жоғалтып алуларыңызда ықтимал. Мұқият болуға шақырамын. 3-ші дом әрі білім алуды, оқуды білдіреді. Бір оқуда бір кедергі болуы мүмкін. Немесе бір курсқа қатыссаңыз, Инстаграмда курстың түрлері өте көп қой. Соған қатыссаңыз, сізге пайдасын бермейді. Емтихан тапсырмауға кеңес беремін. 6-шы сәуір күні Венера өзінің белгісін өзгертіп, 4-ші домға келіп тұр. Жалпы Венера махаббаттың, үйлесімділіктің, ақшаның планетасы. Ал 4-ші дом тұратын жеріңізді, отбасыңызды, ата-анаңызды жалпы білдіреді. Отбасыңызда бір жақсы жаңалықтар болады. Үйлеріңізге ақша келеді. Үйіңізге заттар сатып аласыздар. Қонақ шақырасыздар. 9 мен 12 сәуір аралығында Юпитер мен Нептун 4-ші домға келіп тұр екен. Юпитер жалпы кез келген дүниені үлкейтіп көрсететін планета. Мүмкін сіздер үлкен үйге көшулеріңіз ықтимал. 4-ші дом үйді білдіреді, Юпитер үлкейтуді білдіреді, мүмкін үлкен үйге көшесіздер. Немесе басқа үлкен қалаға көшулеріңіз ықтимал. Бұл өзгерістерді 16 және 21 желтоқсан аралығында туылған адамдар көбірек сезінетін болады. Немесе бұл кезеңде көптен күтіп жүрген үйіңіздің кілтін аласыздар. Басқа елдің азаматтығын алуда ықтимал. Кез келген рұқсат қағазын жеңіл аласыздар. Ал 12 сәуір күні Марс
4-ші домға келіп тұр екен. Жалпы сіздерге мерген белгісіндегі адамдар 4-ші дом сәуір айында өте белсенді. Жалпы бұл жерде Марс планетасы өте белсенді планета болғандықтан бір үйіңізде ремонт болады, немесе көшу болады. Ал 15-ші сәуір күні черная луна келеді, ол 8-ші домға келіп тұр екен. 8-ші дом ол басқа адамдардан келетін ақшаны, немесе кредитті, немесе ипотеканы, стипендияны, алиментті, мемлекеттен грантты білдіреді. Черная луна 8-ші домда 9 ай бойы болады. Біреулер сізге ақшалай көмектесемін деп көмектеспей қалуы мүмкін. Немесе күтіп жүрген ақшаңыз аз болады. Осы кезеңде ешкімге қарыз бермеңіздер. Қайтуы өте қиын болады. Егер бизнес ашам, кәсіп ашам, мен енді инвестор таптым деп жатсаңыз, ол сіздің инвестор сіздің условияңызге келіспей қоюы мүмкін. Немесе әлемде болып жатқан оқиғаларға байланысты жаңалықтар болуы ықтимал. Сізде соған қорқыныш пайда болады. Жалпы соңғы рет черная луна бұл 8-ші секторде, 8-ші домда 2013 жылдың маусым айынан 2014 жылдың наурыз айына дейін болған екен. Сол жағдайға ұқсас жағдай болуы ықтимал. Ал 16-шы сәуір күні жалпы ай толады. Ол 11-ші домға келіп тұр. Ал 11-ші дом достарыңызда әлеуметтік желіні білдіреді. Достарыңызда өзгерістер болады. Біреулер үйленіп, сізді тойға шақыруы ықтимал. Немесе достарыңызбен бірге қыдырасыздар. Жаңа достар пайда болады. Жалпы бизнесте, әлеуметтік желіде өзгерістер болады. 21-ші сәуір күні Солнце 6-шы домға келіп тұр екен. Жұмысқа байланысты жақсы жаңалықтар болады. Денсаулығыңыз, егер ауырып жүретін болсаңыз, денсаулығыңызда жақсарады. Егер кәсібіңіз болса, жаңадан заказ, жаңадан клиенттер келетін болады. Ал 30-ші сәуір күні солнечное затмение болады. Ол 6-шы домға келіп тұр екен. Егер жұмысыңыз болмаса, собеседованияға барасыз, жұмыс табасыздар. Немесе должностіңіз жоғарылайды. Повышение болуыңыз ықтимал. Немесе жаңадан кәсіп бастайсыздар. Көмекші аласыздар. Сіз жұмыс жасайтын мекемеде барлығы басқаша, өзгеше болатын болады. Егер жұмыс жасамай үйде болсаңыз, күнделікті жасап жүрген жұмыстарыңыз, күнделікті режим өзгереді. Жалпы денсаулығыңызды осы кезде тексеруден өткізуді ұмытпаңыздар. Ал 30-ші сәуір күні, осы күні бізде коридор затмение болады. Коридор затмение деген солнечный затмение және лунный затмение екеуінің ортасындағы дүниені коридор затмение деп аталады. Коридор затмениеде ешқандай шешім шығармау керек. Ал сіздерде бұл 16-ші мамырда келетін лунный затмение 12-ші домға келіп тұр екен. Ал 12-ші дом жалпы операцияны, онлайн жұмысты білдіреді. Ол енді 16-ші мамыр күні болады. Жалпы операцияны 16-ші мамырдан кейін жасатуға кеңес берем. Ал Плутон бізде 29-ші сәуірде 6 ай бойы кері бағытта айналады. Ол 2-ші домда келіп тұр екен. Жалпы 2-ші дом еңбекпен келген ақшаны білдіреді. Жалпы бұл кезде Плутон өзгерістерді білдіретін планета, мүмкін жұмыстан кеткің келеді. Жаңа жұмыс бастағыңыз келеді. Жаңадан хобби пайда болуы ықтимал. Немесе осы 6 ай бойы ешқандай жұмыс жасамай үйде отыруларыңыз да ықтимал.
Жалпы енді менің осы екінші домға байланысты өзгерістер болады 29 сәуір күні. Немесе жұмыс жасамай үйде отырам деп өздеріңіз шешім қабылдауларыңыз мүмкін. Жалпы менің болжамым осындай. Егер ұнап жатсам, лайк басып, комментарий басуды ұмытпаңыздар. Жақсы, рахмет, сіздерге сау болыңыздар.